Барлығыңызға сәлем достар, мен бүгінгі жайымызға қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеомыз өте қызықты болады деп ойламын. Бірінші видео басталмастан бұрын сіздерді Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әрі білім күнімен де құттықтаймын. Сабақтарыңызды тек беспен оқыңыздар. Достар, в общем, бұл видео басталмастан бұрын лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер және менің арнама міндетті түрде қолдап комментарийге күшті пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Достар, жалпы мен бұл видеоны түнде түсіріп отырмыз, одан айбекпеңіздер досыма. И вот, ертең біз 2 қыркүйек мен сабаққа дайындалатын боламын. Сонда қазір түнде мен бетіме уход жасайтын боламын. Таңертең, в общем, жыртырлап тұру үшін. И поэтому бүгінгі қазір уходымды тамашалаңыздар. Ал ендеше кеттік. Достар, бұл енді кішігірім уход. Жалпы көрсете кетейін, бұл бізде осындай коллагеннің өте пайдалы витамині бар маскасы. Осындай, және де SPF алым деп ойлаған, бірақ жас керек емес. Оның бетіне осындай басуға массажник бетке арналған. И қолға осындай 4-in-1 кремі. Сосын осындай құлпынайтын бальзамы. Ерінге жағуға. Сосын менде осындай Hello Kitty'дің фені бар. Бетке арналған күшті қазір. Енді бетті салқындатады. Кайф. Сондай. Қазір мен бетіне бір маска істеймін. Мен бетімді мицеллярный водамен тазалап алдым. Енді масканы жағуға кірісеміз. Достар, міне бірінші біз бетімізге масканы сындырып алайық. Қазір мен мына жерде масканы ашып жатырмын. Көрейік, коллаген маскасы қалай бізге пайдасын тигізеді екен. Міне прям иісі деген өте күшті, вау деп тұрмын ғой мына жерде. Жалпы маған өзіме андай сусылдақ маскалар ұнамайды, кәдімгідей бұлшырлап тұрады ғой, су ағып. Бұл коллаген маскасы қатты ондай емес екен. Енді жалпы барлық маскалары су болады ғой, бірақ қатты бұл езіліп ондай істелмеген екен. Сонысы ұнады. Мына жерде мен ашып жатырмын. Жалпы бұл коллаген маскасы маған үлкендеу екен енді. Мен мына жерде кәдімгі елес қылып ойнап тұрмын, ойнағаныңыздар. В общем, достар, енді үлкендігі бар екен, көзі, сонда ауыз жағы үлкен, менің бетіме бармады. Сонда да біз осылай бетімізге жатқызып жатырмыз. Әйтеуір бетке сіңсе болды ғой деп отырмын. Мен бүйтіп қолмен осылай күшіп жағып жатырмын. Прям бетке жатқызғанда кәдімгі сынып кетеді ғой, достар. Қараңыздар, бетімді мына жер үлкенден көріп тұрсыздар ма? Көзі деген кәдімгі дөңгелек болып кеткен ғой, кішкене сопақшандай не болғанда. Ладно. Осылай істеп жатырмын. Қазір бізге массажный құрал келеді. Соны істейтін боламын. Осылай жоғары жаққа тартып қойдым. Енді бізге көмекке массажник келеді. Осылай істеп жібереміз, тартып. И вот, әйтеуір осылай істеп жатырмын. Достар, енді бізде 15 минут өтсін, содан кейін бірге результатын көретін боламыз. Міне достар, бізде уақыт өтті. Енді бет шешетін кез келді. Давайте, міне достар, бет шештім. Прям маған күшті әсер етті, маған қатты ұнады, бетіме күшті сіңді. Енді мен мына жерде бетіме кішкене тағы да сіңдіру үшін уход жасап жатырмын. Енді уход дегенде массаж, бетке арналған. Осылай бетіме дұрыстап жағып жатырмын. Достар, енді кезекті уходымыз бұл бізге қолға арналған крем 4-in-1-нің. Міне, давайте қолымызға жағайық. Бұл қолды ағартады, әрі жұмсартады. Прям күшті дерзкі. Енді бұл менде кішкене бітуге қалды. Тағы да алу керек алда уақытта. Сіздерге де алуға кеңес беремін. Прям күшті жылтырлатады, жұмсартады. Прям дерзкі қылады ғой, не теріңізді. Міне, осылай жағып, кішкене қолымызға да массаж жасап жібереміз.
Достар, мен қолыма крем жағып болдым. Енді ерніме осындай құлпынайдың бальзамын жағамын. Мен мына жерде қолым сухой емес. Мына крем жаққаннан кейін аша алмай жатырмын, сондықтан одеялдың көмегімен ашып алдым. Давайте осындай қызыл бальзам ернімізге жағып алайық. Прям күшті, иісі барлығы дерзкий ипі. Вот, жағып алдым. Міне, достар, осылай менің уходым аяқталды. Қалай, күшті болып тұр ма? Достар, міне жаңағыдан қарағанда бетім әлдеқайда жыртылып күшті болып қалған секілді. Қалай сіздерге? Мен барлық уходым жасап болдым. Кішігірім, енді барып ұйықтайын. Таңертең кездескенше. Сәлем достар, міне көріп тұрғандарыңызды бізде таң атты. Мен ояндым, енді қазір бетімді жуайып жатырмын. Достар, кеше уходым прям күшті әсер етті. Менде кәдімгі коллагеннің маскасы ма өте қатты ұнады. Бетіме прям жытырлатып әдемі етіп көрсетті. Түнде күшті болып ұйықтап қалдым. Енді қазір таң атты, мен бетімді жуып, тісімді жуатын боламын. Бұл тоже коллагендік ма, білмеймін. Ұқсайды екен, осындай паста, мен тісімді жуатын боламын. Ал кеттік. Достар, бірінші бетімді жуып алайын. Шашымды крабикпен ұстап қойған болатынмын. Түсіп кетпеу үшін ал кеттік. Достар, мен қазір осылай тездетіп, осындай макси чай согымды және де осындай бургерді жейтін боламын. Маған ас болсын, осымен жеп, қазір киініп шығатын боламын. Достар, міне мен қазір осылай сумкеме заттарымды толтырып жатырмын. Жалпы осы форматта видео түсірем деп ойлағам, бірақ түсірмей қоямын, уақыт жоқ. Міне бүгін бізде болады сабақтар арасында қазақ тілі, орыс тілі, алгебра, биология и қазақстан тарих. Осылардың барлығын ішіне дәптерлерге салып қойдым. Осы сумкеме салатын боламын. Және де міне осындай фен саламын, кішкене керек болып қалады сабаққа. И ана жерде пенал, солардың барлығын қазір осы жаққа салайын деп жатырмын. Вот, қазір бізде сағат 1-ден 13 кетіп жатыр. Мен бірмене 3-тен 3:30 осындайлар шығатын боламын. Ерте осы жаққа салып қоямын. Солай өзім кірісетін боламын. Вот. Достар, немесе түсіруді ұмытып кетіппін ғой. Мен қазір шашымды өте шоқтап жатырмын. Уже мына жақта көптеген түрлерін бұралап тастадым. Ал сөмкем уже дайын. Салып қойдым кітаптарымды. Енді қазір кішкене боянып, сосын киімді киіп шығатын боламын. Қазір бізде сағат 2:30, 1 сағаттың ешім шығам ғой. Вот. Достар, мен шашымды бұралап болдым. Осылай шықты. Қазір мен шашымды жіберіп крабик ұстаймын. Бұлай не істеп алдым, ұстап алдым. Қазір мен бетіме макияж жасауға кірісемін, тездетіп. Вот. Шашым жинап қойын. Сосын макияж жасауға кірісейік. Кетті, мына жақта міне макияждарым дайын тұр. Бастайық, мен қазір тездетіп гиперлапсқа қойып қоятын боламын. Тамашалаңыздар. Достар, мен боянып болдым. Тек қана кірпігіме туш и ерніме блескасын жағым керек. Просто мен каким полос жағын бітірім, потому что қолым барлығы лас болып қалады. Қазір давайте енді киінеміз. Мен әлі пижамамен жүрмін. Кеттік, мен сіздерге киімді көрсетейін. Достар, мне білесіздер, бұл менің сабаққа келетін образым. Осындай қара жакет, рубашка и осындай атласовый юбка. Сосын қазір галстук киіп, барлығын киіп көрсететін боламын. Кеттік. Достар, мен болдым. Қазір юбканың барлығын көрсетейін толық. Вот. Прям өте әдемі болып тұр. Сарафанға ұқсап қалған жоқ па, вообще не. Қазір далаға шығып туфлимді киемін. Туфлимді сүртіп қоюым керек. Не осындай күшті болып тұр образым. Қазір шашымды жайып крабик ұстаймын. Мынада тушьнемді жағып аламын. Сосын шығатын боламын, достар. Күшті болып тұр прям. Енді мектепті көреміз, солай сол жақтан түсіретін боламын. Кеттік.
Достар, міне мен сабаққа кетіп бара жатырмын. Мына жақта қолымда не десеңіздер гүл, апайға осындай. И вот мен аксессуарлар ретінде осындай мындай сағат тақтым, шешіп тастауым мүмкін. Осындай сақина и басыма крабик, шашым күшті бираланып тұр. Көрініп тұр ма білмеймін. Вот. Қазір енді шығып бара жатырмын. Вот такой. Ал давайте жол болсын, сәттілік, кеттік. Достар, міне мен қазір үйге қайтып бара жатырмын. Автобустан түстім ошқана. И вот гүлімді жаңа апайға берген болатын, қуандым. Достар, мен сабақта енді дұрыс түсіре алмадым. Сіздерге кабинетте түсірдім. Біздің кабинет кәдімгідей андай сары андай не емес. Үстін барлығын күлгін цветке өзгертіп тастаған, перделерді тоже. Сосын мынадай парталар көрдіңіздер ме? Бір-бірден отырамыз, сондай қылып өзгертіп тастады. Достар, білсеңіздер, білмеймін, енді білесіздер ме, білмейсіздер ме, Бақытжан школының бірінші бөлімін қарасаңыздар, мен айтып кеткен болатынмын. Біздің юбка темный синий деп айтқан болатын негізі деп. Бүгін келіп үшін бізге ұрысып кеткен болатын, андай атласы болмайды. Но енді басқа түрлен алуларың керек уже деп. Енді білмеймін, алдағы уақытта көремін, егер алып не істеп жатырсам, сіздерге міндетті түрде айтып бөлісетін боламын. Былай осылай осындай жакет. Достар, міне мен үйге келдім. Көріп тұрғандарыңыздай киімімді ауыстырып алдым. Достар, бүгін өте қатты шаршадым. Білмеймін, енді бастапқыда жақсы болып жатырды. Кейін 3-ші сабақтан бастап уже жауайым кете бастады. Вот, мынадай шашым биралаған осы шықты. Көрмегендеріңіз болса, мен кетіп қалып жатырсам. Қазір ана үйге барып, в общем, тамағымды ішетін боламын, бетімді тазалап. Сосын жататын боламын, қатты шаршап тұрмын. Осы до конца көргендеріңізге көп рахмет. Бұл видеода мен сабаққа дайындалғанымды көрсеттім. Және де сол формамды білесіздер, сумкамды дегендей сыныбымды көрсете алдым. Видеомды туралы лайктарыңызды басыңыздар. Мені қолдауды ұмытпаңыздар. Міне бұл менің сабақ киімім, мына жаққа салып қойдым. Ертең бұйырса киіп баратын боламын. Сол жақсы, келесі видеода кездескенше, пока-пока.